Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі бірінші сыныпқа арналған 27-ші тақырыбымыз денсаулыққа апарар жол. Бүгінгі сабағымызда 5 ережесі тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Балалар ережені есімізге түсіріп, тәртіп сақтап, оқып білуге талаптанып, жүрегімізге тыныштық орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі жаны саудың тәні сау, халық нақылы. Дәйек сөзіміз бойынша сұрақтар. Бірінші сұрағымыз денсаулықтың адам өмірінде қандай маңызы бар? Екінші сұрағымыз дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыруы керек. Халқымыз жаны саудың тәні сау деп орынды айтқан. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Ал енді балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші байлық бұл. Екінші, денсаулық болу үшін керегі. Үшінші сұрақ, салауатты өмір дегеніміз не? Бірінші сұрақ бойынша жауаптар: бірінші байлық денсаулық. Екінші сұрақ бойынша денсаулық болу үшін керегі салауатты өмір салты. Үшінші сұрақ бойынша салауатты өмір дегеніміз не? Жан тазалығы, тән тазалығы. Алан аға, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде болғаның дұрыс. Тиетін суық ақыры тиіп қойды ғой, бұдан қатты ауырып қалмаспын. Данажан, ауруды асқындырып алмау үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар. Ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын, тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын болам. Дұрыс, Дана. Жаттығулар жүрек пен өкпеге күш береді. Сонымен бірге, жаттығу кезінде сақ болу да маңызды. Қалайша? Денең қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі, желден сақ болу керек. Онда желді, жаңбырлы күндері дене шынықтырумен айналыспаған дұрыс шығар? Жоқ, ауа райы жаттығу жасауға бөгет емес. Жаңбырлы күні жаттығуды үйдің ішінде музыка қосып қойып жасаған жақсы. Қатты терлепсің ғой? Иә,
көрпе жамылғаннан шығар. Терлегенің жақсы болды. Тер дегеніміз денедегі ерекше бездерден бөлініп, тері арқылы сыртқа шығатын ағзаға керексіз зат. Оның шыққаны денсаулыққа пайдалы. Мен ауырып қалуымның себебін білдім. Кеше дене шынықтыру сабағынан шөлдеп шығып, бірден суық су ішіп едім. Данажан, бұдан бұлай олай істемейсің ғой. Жоқ, Сен жазылған соң саябаққа барамыз. мен онда дәрімді уақытылы ішіп, тезірек жазылуға тырысам. Қайталайық. Денсаулық. Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен Оқушылар, бүгінгі сабағымызда шығармашылық жұмысымызда тапсырма төменде берілген сөздердің ішінен денсаулықты жақсартатын қасиеттерді тауып жазыңдар. Қажетті сөздер: адал ниет, қызғаншақтық, сараңдық, кеңпейілділік, жақсы ой, жылы сөз, ашушаңдық. Денсаулық адамның бақытты өмір сүруінің негізгі көзі. Сондықтан оның қадірін біліңдер. Денсаулықтарыңды күтіп аялаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.